Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз восточный пирог дайындайтын боламыз. Тез әрі дәмді болып пісетін бұл пирогты сіз дайындап көруіңіз қажет. Осылай арасы осылай күшті болып піседі, жасап көріңіз. Ең алдымен бізге 2 стакан ұнымыз, 100 грамм сары майымыз, екеуін араластырып крошка жасайтын боламыз. Енді бізге разрыхлительный 10 грамм және де қант қажет болады. Және 2 жұмыртқамызды қосып, барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Енді салапанымызға салып, холодильникке 10-15 минутқа қоямыз. Енді осындай табамызға барлығын жайғастырып, жан-жағына дейін жайғастырып, вилканың көмегімен жан-жағын туралап шығамыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, балам менімен бірге жағаласып, жылап, мен жұмыс жасағанда солай болады. Бұдан да әдемі болып шығу керек еді, бірақ баламыз жағаласқандықтан осылай болып шығып жатыр. Бірақ бір жасағанға нормально. Осылай үстіне мейізімізді, жаңғағымызды салып, үстіне сгущенкамызды құйып, кішкене үстіне осылай тегістеп жібересіздер да, үстіне қалған қамырымызды кесіп, үйсіп, сәндеп шыға саласыздар, өз қалауларыңыз бойынша. Мен осылай сәндей салдым. Ал дайын болды, ас болсын.